Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 29 мамыр 26 жыл. Өскемен Бобровка ауылы. Осыдан 2 күн бұрын Марат Жыланбаевтың адвокаты Досқараев Ақмола облысының прокурорына және Ақмола облысы сотталғандардың үстінен бақылайтын прокурордың кездесуінде болып, олардан бүгін сағат 10-да кіруге рұқсат алды. Өйткені 4 қаңтардан бері Маратқа ешкімді кіргізбеді. Адвокатына қорғаушында семьясында звонокта ештеңе жоқ, не болып жатқанын білмедік. Соны бүгін Алла қаласа шешілетін күні. Осыдан кеше алдың күні болған жағдай бұл. Бүгін енді Алла қаласа кір. Марат Жыланбаев ол әлемге әйгілі қазақтың атын паш еткен бүкіл әлемге. Гиннес кітабының рекордсмені, супер марафоншы Желаяқ біздің. Алла оған денсаулығына шипа берсін. Тезірек босап шығуын нәсіп етсін. Аман болыңдар, қазақтар, қолдаңдар. Бүгін оған қолдаушыларымыз Алға Қазақстан, оппозициялық Алға Қазақстан партиясының мүшелері бірге барады. Соларды қолдап, қорған ана өздерің бара алмасаңдар да қаражатпен көмектесіңдер. Қайтпен жолдың қазір мына Қазақстанда ауада сатылады ғой. Бәрі ақшаға тіреліп тұр. Сондықтан шамалар келгенше қаражатпен көмектесіңдер қазақ халқы. Харамға да жұмсап жатсыңдар, күнделікті арақ шарап ішіп. Ойын күлкіге. Сол жұмсап жатқандарыңды кішкене болсын үлестеріңді қосыңдар. Елім жерім деп жүрген азаматтарға. Мына шапкада негіп жүрді, неге тұрған дөйлеп жатқан шығарсыңдар. Тазың ортасында. Мына кеше чекені тескен, мына мұрынды тескен. Ана гаймориттің тағы бір түрі бар ғой деймін, немен анда қағазда жазылған. Сол больницаға жатқызбақшы болып. Сол атқы біз енді больницаға жату қайда? Ауылда жұмыс жетеді, үйде жұмыс жетеді не. Қыстан қамын жазда ойла дейді не. Отын шабасың, отын жарасың. Отына келесің. Маңайдың бәрін тазалау керек. Сол. Жақсы, ауырмаңдар. Алға Қазақстан.